Ашып қойғыз ба? Ана, өшіріп кетші айналайын телефонды. Жоқ, вот енді шықты. Кеңеске байытырасы. Әріптестер, тағы да қайталап өтем. Тілді үйретудің әдістері және әрекетінде қолдану әдістемесі. Басамасы бір тақырыбы, айтырыз, мен просто бұны бітіп қасалам. Қайырлы күн, әріптестер. Бүгінгі өтілетін семинардың тақырыбы тілді үйретудің әдістері және оны ұйымдастырылған іс-әрекетінде қолдану әдістемесі. Барлығымыз білеміз, жалпы мемлекеттік мектепке дейінгі стандартта және үлгілік оқу бағдарламасында бізде 5 бағыт бар. Денсаулық, коммуникация, таным, шығармашылық және әлеуметтік. Осы коммуникативтік бағыттағы жүргізілетін ұйымдастырылған іс-әрекеттің бір бөлігі қазақ тілі. Сіздер білесіздер, сіздерде тілге дамыту, көркем әдебиет жүреді және қазақ тілі. Бүгін біз осы қазақ тілі ұйымдастырған іс-әрекетінде тілді балаларға қалай үйретеміз, ұйымдастырған іс-әрекетте қандай тиімді әдістерді қолданамыз, сол туралы айтып өтеміз. Жалпы қазіргі кезеңде тіл үйрену мектеп жасына дейінгі кезеңнен басталады. Бұл жастағы балалар тілді үйренуде бейім ересектерге еліктейді. Мектепке дейінгі балалық шақта мемлекеттік тілді ерте үйрену баланың жеке басының үйлесімді дамуына ықпал етеді. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігі ұлттық бірегейлікті сақтаудағы маңызды рөл атқарады. Өзінің ұлттық мәдениетін, ата-бабаларының салт дәстүрін сақтауға және дамытуға деген ұмтылыс ана тілін үйренудегі ұлттық сана сезімнің айқын дәлелі. Әртүрлі ұлт өкілдерінің балаларына мемлекеттік тілді үйрету, тілдік сананың жаңа жүйесін қалыптастырудың күрделі процесі болып табылады. Балаларда әлеуметтік қарым-қатынастың алғашқы дағдылары құрдастармен қарым-қатынас кезінде қалыптасады. Мектепке дейінгі ұйымдар балаларды сөйлеуге үйретуде маңызды рөл атқарады. Тілдерді ерте жастан үйрету баланың зияткерлік қабілетін дамытуға, сонымен қатар балаларды мемлекеттік тілге және өз елінің мәдениетіне баулуға мүмкіндік береді. Бұл қазіргі біздің кезеңдегі ең актуалды мәселелеріміздің бірі. Сонымен қатар, осы тілді үйретер кезде ең бірінші алдымызға қандай мақсат қоямыз? Мектепке дейінгі ұйымда ең бірінші мақсат қазақ тілі ұйымдастырған іс-әрекетінде балалардың сөздік қорларын дамытамыз, жаңа сөздерді меңгертеміз, тілдік минимум сөздерді игерту. Тілдік минимум сөздерді игерту дегеніміз, әріптестер білеміз, мемлекеттік жалпыға міндетті стандартта берілген қазақ тілінің тілдік минимум сөздері бар. Әрбір тақырыпқа байланысты қазақ тілінен 10 негізгі тақырып беріледі. Осы өткізілетін, мысалы, көлік, ыдыс-аяқ, киім, жиһаз, әртүрлі амандасу, осындай 10 тақырып бар қазақ тілінде. Сол әрбір тақырыпта, әрбір жас ерекшелігіне сәйкес ортаңғы, ересек, мектеп алды топтарында осы тақырыптарға сәйкес балалардың тілдік минимум сөздері бар үйренетін. Осы сөздерді айтады. Үйренген сөздерін тиянақтап, анықтап, әрі байытып отыру. Негізгі мақсатымыз осы қазақ тілі ұйымдастырған іс-әрекетін өткізген кезде. Ал бұның ең негізгі міндеттері балалардың мемлекеттік тілді үйренуге қызығушылығын ояту. Екінші, қазақ тілінде қарапайым ауызекі сөйлеу дағдыларын қалыптастыру, түсіну және сөйлеу. Ең басты кезең бізде балабақшада мектеп алды тобының балаларының қазақ тілі меңгеру негізгі факторы болып есептеледі. Өйткені білесіздер, ортаңғы ересек топтарында аптасына 1 рет жүретін болса, қазақ тілі ұйымдастырған іс-әрекет мектеп алды тобында аптасына 2 рет жүреді. Негізгі жаңағы основной упорды мектеп алды тобына жасайды екенбіз. Өйткені балалар мектеп алды тобын бітіргеннен кейін, сіздер білесіздер, мектепке барады. Сол кезде баланың белгілі бір сөздік қоры болу керек. Осы мектепке дейінгі жастағы қазақ тілі ұйымдастырған іс-әрекетінде өткен тақырыптарға байланысты осы тілдік минимум сөздерді балалар білу керек.
Енді осы тілді меңгерудің негізгі факторы қандай? Әртүрлі шығармашылық тапсырмаларды, дамытушы ойындарды қолдану болып табылады. Сіздер білесіздер, биылғы жылы жаңа қазақ тілінің әдістемелік құралы шыққан. Сол әдістемелік құралда қосымша 2 тетрадь бар. Сол тетрадь арқылы балалар тапсырмалар орындайды. Яғни ішінде әртүрлі ойын тапсырмалары және де тағы да логикалық тақырыптарға, немесе баланың қазақ тілінде сіздер білесіздер көбіне тілде кездесетін әріптер бар қазақ тілінің. Сол әріптерді меңгеру үшін балаларға осындай әртүрлі тапсырмаларды орындатамыз. Келесі, тәрбиешілердің психологиялық педагогикалық ерекшеліктерін білетін жоғарғы білікті педагог кадрлардың болуы. Бұл екінші негізгі фактор. Әрине, осы қазақ тілін маман жүргізу керек, немесе жаңағы тәрбиеші жүргізген кезде осы қазақ тілдің тілдік минимум сөздері мен тақырыптарында берілген тапсырмалардағы сөздерді игерту қажет балаларға. Келесі, ата-аналардың балалардың мемлекеттік тілді меңгеруін қалауы. Әрине, сіздер тек қана жаңағы тетрадьпен қана жұмыс жасап қоймайсыздар. Нұсқаулықта мектепке дейінгі ұйымда білесіздер, барлық іс-әрекет ойын түрінде ұйымдастырылады. Және де үйге балаға қазақ тілінен жаңағыдай өтілген тақырып бойынша тапсырмалар беріп отыру керек. Яғни, бұл кері байланыс болып саналады. Кері байланыс жасау керек баламен. Одан кейін келесі, бірге ойнау дағдыларын, еңбек әрекеті дағдыларын, тазалықты, тәртіпті, ұйымшылдықты ойлауды, қабылдауды, сурет салуды және басқа дағдыларды меңгерту ойын санына іске асуға тиіс. Ойын баланың негізгі әрекеті және дамытудың негізгі құралы. Жұлдыздың 6-шы слайдқа келді. Бұл жерде жаңа сіздерге айтып кеттім, тағы да қайталап айтайын. Ойын баланың негізгі әрекеті, дамытудың негізгі құралы. Мектепке дейінгі жастағы балаларға ұйымдастырған іс-әрекетте қолданатын. Осы жерде қандай тағы да әдіс-тәсілдерді қолданамыз. Ұйымдастырған іс-әрекет үнемі тек топ бөлмесінде емес, үстел үстінде ғана емес, ойын алаңында, сонымен бірге балалар үшін жайлы жағдайларда өткізілу ұсынылады. Яғни, тек қана ұйымдастырған іс-әрекетте өткізбей, үнемі күні бойы балалармен сол өткізілген тілдік минимум сөздерді тақырыпқа байланысты қайталап отыру, үстел үсті ойындар берген кезде қолдану, немесе серуенге шыққанда болсын, барлық іс-әрекетте қайталап қолдану қажет. Келесі, қазақ тілінде сөйлеу күнделікті әртүрлі тұрмыстық жағдайда ұйымдастырған іс-әрекет процесінде және дидактикалық ойын барысында өздігінен әртүрлі сөздерді қолдануда жүзеге асырылады. Жаңа айтып кеттім сіздерде, бұл жерде тек қана логикалық ойындар емес, жазбаша жұмыстар емес, ауызшада болады және дидактикалық ойын түрінде де өтеді. Сонымен қатар театр іс-әрекеті, сүйікті ертегілердің ерекше үзінділерін сахналау, кейіпкерлер рөлінде ойнау. Театрды бәріміз білеміз, кез келген жас ерекшелігіне сәйкес балада әрбір топта ертегілер бар, бала жас ерекшелігіне сәйкес қандай ертегілер өтетін болса, сол ертегілерді үзінде сахналап күнде топта ұйымдастыруға болады. Немесе сіздер ертеңгіліктер өткізесіздер, сол кезде сол ертеңгілікке дайындайсыздар театр көріністерін. Сол кезде қолданылады. Келесі, қазақ тілі ұйымдастырған іс-әрекетінде бұдан әрі ұйымдастырған іс-әрекеттің басынан бастап соңына дейін алдын ала жоспарланған ойын түрімен өткізуге, немесе ойынды өткен материалды бекітуге қолдануға да болады. Жаңағыда мен сіздерге айтып өткендей, өткізілген, алынған, ұйымдастырған іс-әрекеттегі ойындарды күні бойы қайталап ойнатуға болады балаларға. Ол өтілген, сол күн өткізілген тақырыпты меңгерту үшін ойынды қолданамыз екен, өткен материалды бекіту үшін. Келесі, сонымен қатар, жаңа дидактикалық ойын, үстел үсті ойын деп айтып жатыр, театр деп айтып жатыр. Сонымен қатар ең маңызды ойындардың бірі ол сюжеттік рөлдік ойындар.
Осы сюжеттік рөлдік ойындар арқылы, мысалы отбасы тақырыбын өткен кезде балаларды отбасы мүшелеріне бөліп, сюжеттік рөлдік ойындар ойнатуға болады. Баланың жас ерекшелігіне сәйкес, тағы да қайталап айтып өтем, жас ерекшелігіне сәйкес сол тақырып бойынша қанша, мысалы 4 па 5 па сөзді меңгеру керек болатын болса, отбасы жайында, отбасы туралы, отбасының атаулары, немесе жаңа ата, әже, әке, ана, бала, аға, іні, сіңлі деген сияқты, ол енді мектеп алды тобына қарай күрделене береді. Осы сөздерді қолдануға болады осы сюжеттік рөлдік ойындарда. Одан кейін әрине қазір технология дамыған заман, сондықтан да қазақ тілін үйретудегі инновациялық технологияларды қолданамыз. Ол әртүрлі инновациялық технологиялар. Блум таксономиясы болсын, араластыра оқыту, дамыта оқыту, әртүрлі технологияларды қолданып, немесе ақпараттық технологияны қолдану. Өйткені балаларға күндегі ұйымдастырған іс-әрекет өткізген кезде бір ойынды қайталап өткізе бермейсіз ғой, балалар жалығып кетеді. Сондықтан да инновациялық технологияларды қолданып, жаңартып отырамыз ұйымдастырған іс-әрекеттің барысын, және балаларды қызықтыру үшін осындай инновациялық технологияларды қолданамыз. Сонымен қатар драматизациялау ойындары. Бұл жаңа қайталап айтып отыргендей, драматизация дегеніміз сол ертегіні сахналау, театр ойындары. Одан кейін сұхбат ойыны. Сұхбат ойыны бұл сіздер күнде балалар теледидардан көріп жүргендей сұрақтар дайындап, кез келген. Өйткені сізде қазақ тілінің тілдік минимум сөздерін үйрететін кезде сізде мамандықтар дегенде тақырып бар. Осы сұхбат ойын мамандықтар тақырыбын алған кезде алсаңыз болады. Мысалы, интервью алу, сұхбат деген сол интервью алуға ойын. Бір бала жүргізуші болса, тележүргізуші, келесі бала өзінің мамандығы туралы айтады. Өскенде кім болады, қандай мамандықты қалайды деген сияқты. Бұл сұхбат ойынын тағы да басқа да тақырыптарда өткізуге болады. Мен сіздерге мысал ретінде келтіріп айтып жатырмын. Одан кейін жаңа дидактикалық дамытушы ойындар дедік. Оны білеміз, жаңа ұйымдастырған іс-әрекетте өткізілген тақырыпты бекіту үшін көбіне дидактикалық дамытушы ойындарды қолданамыз. Тағы да жаңа драматизация ойындары деп жатыр ғой. Бұна жерде режиссерлік және сюжеттік рөлдік ойындар деп бірге алып жатыр. Режиссерлік бұл жерде балалар өздері шығармашылық танытып, құрастырып нетуге болады ертегіні. Біз білеміз, ертегіні әртүрлі қылып аяқтауға болады. Жақсы бағытта ертегіні мазмұнын өзгертуге болады, кейіпкерлерін қосып алып өзгертуге болады. Бұл сіздердің шығармашылықтарыңыз, педагогтардың. Режиссерлік дегенде бір ертегіні өздеріңіз құрастырасыздар. Немесе сюжеттік рөлдік ойындарды қосасыздар осы режиссерлік ойындарға. Бұл жерде де балалар бір-бірімен қарым-қатынасқа түсіп, бір-біріне сұрақ қойып, жаңағы сюжеттік рөлді ойындарды бірге ойнайды ғой. Сіздерде мысалы жаңағы азық-түлік тақырып болған кезде дүкен ойынын ойнатуға болады. Мысалы мамандықтар ойын еткенде дәрігер бар, шаштараз бар, әртүрлі сондай ойындарды бірлестіріп ойнауға болады. Одан кейін санамақтарды, мақал-мәтелдерді қолдану. Бұны да білеміз, баланың тілін жетілдіру үшін санамақтардың өте пайдасы көп. Тез жаттау, тез айтылады, қысқа санамақтар балалардың жас ерекшелігіне сәйкес 4 жол, 6 жол, 8 жол қылып күрделендіріп алуға болады, мектеп жасына дейінгі қолдануға болады. Мақал-мәтелдер де солай. Сіздер басын бастап, аяғын бала аяқтайды. Немесе жаңағыдай бір бала басын айтса, екінші бала соңын айтады. Осындай жалғастыр, сен баста, сен жалғастыр деп жарыстырып айтуға болады мақал-мәтелдерді. Өткен, мысалы, отан деген тақырып алатын болсаңыз, отан тақырыбына байланысты қандай мақал-мәтелдерді білеміз. Сол мақал-мәтелдерді балаларға жаттатқаннан кейін әр баладан бекіту үшін сұрауға болады. Сен бастапқы жолын айт, сен екінші жолын айт деп қайталатып. Одан кейін шығармашылық ойындар және өлеңдерді. Бұл жерде де жаңағыдай сіздерге айтып отырғандай режиссерлік деген сияқты шығармашылық ойындар. Бұл жерде әрине педагогтың шеберлігі, шығармашылық ойындарды үйрету, немесе өлеңдерді жаттату, ұйқас құрастырып, оңай балаға жеткілікті түсінікті тілде, қарапайым түрде өлеңдермен шығармашылық ойындарды құрастыруға болады. Жалпы
қазақ тілінің тілді үйрету әдістері өте көп. Бұл жерде қарапайым мақсат міндеттерін мен сіздерге айтып өттім. Және ұйымдастырған іс-әрекетте қандай әдіс тәсілдерді қолдану керек. Осы туралы тағы да айтып өттім. Әріптестер, мүмкін сіздердің алып қосарларыңыз бар. Қандай да бір сұрақтарыңыз бар. Түсінбеген жерлеріңіз болса, сұрауға болады. Мүмкін өздеріңіздің қандай да бір идеяларыңыз бар, қосып айтатын. Сіздерден кері байланыс күтіп отырмын. Әріптестер, ұялмаңыздар, айтыңыздар. Жалпы бүгінгі өткен тақырып сіздерге түсінікті болды ма? Иә, түсіндік. Түсінікті, иә? Осындай ол ойындарды қолдануға болады, осындай әдіс тәсілдерді қолдануға болады. Бұл тілді үйренудегі әдіс тәсілдер. Бұл тек қана қазақ тілі емес, тіл дамытуда, жаңағы көркем әдебиетте де қолдануға болады осы әдістерді. Тағы да сұрақтарыңыз бар ма, әріптестер? Сұрақ бар ма, жоқ па, әлде бәрі түсінікті ма? Түсінікті. Жақсы. Түсінікті барлығы. Түсінікті да? Сау болыңыз. Келесі сіздер, әріптестер, өздеріңіздің жүргізіп жатқан жұмыстарыңызда қандай да бағытта түсініксіз болса, ата-анамен жұмыс, баламен жұмыс, сіздерде көп қой әртүрлі жұмыстың бағыттары. Жаңа айтып отқан 5 дағды бойынша қандай жерден қиналасыздар, қандай әдіс тәсілдер керек. Келесіде қандай тақырыпта сіздер осы семинарды немесе осылай әдістемелік кеңес тақырыптарын қандай естігілеріңіз келеді, жалпы чатта жазып ұсыныс жасауларыңызға болады. Біз сіздерге келесіне де дайындайтын. Келістік пе? Иә, жақсы түсіндік. Жақсы, сау болыңыздар.